Баяғыда қу түлкі келе жатып, абайсызда терең құдыққа түсіп кетеді. Қанша тырысса да өз бетімен шыға алмай қояды. Сол кезде су іздеп жүрген ешкі келіп, құдықтың ішіне қарап: "Түлкі, төменде не істеп отырсың?" деп сұрайды. Түлкі айласын асырып: "Мұндағы су өте тәтті, кел, бірге ішейік" дейді. Суға қызыққан ешкі ойланбастан құдыққа секіріп түседі. Екеуі су ішеді. Бірақ кейін ешкі: "Енді қалай шығамыз?" деп сұрайды. Сонда түлкі: "Сен алдыңғы аяғыңды құдықтың қабырғасына тіре, мен сенің үстіңе шығып алайын, содан кейін сен де шығарам" дейді. Ешкі сеніп қалады. Түлкі ешкінің үстіне шығып, құдықтан секіріп шығады да: "Ей, ешкі, егер сенің ақылың сақалыңдай көп болғанда, түсер алдында шығар жолын ойлар едің" деп кетіп қалады. Тәрбиелік мәні: әр істі ойлап жасау керек. Қу адамдарға сене беруге болмайды. Ақыл мен сақтық адамды қиындықтан құтқарады.